Ол болмайды. Өзіңіз енді айтсаңыз, не істейсіздер қазір енді? Жоқ, біз қазір прокуратураға барады ғой. Дұрыс па? Прокуратураға барады, содан кейін генеральный прокурор ма кім анау? Прокурор кім города Алматы? Сол келсін қазір. Ауданның керегі жоқ бізге. Городқа прокурор келсін. Ана документтерін көрсетіңдер жаңағы. Сосын ана кім қайда сен? Қайда өткенде? Ақталған военный. Біз бәріміз шықтық қой сол кезде. Мысалы, одан кейін мына құдайға шықтық. Туымыз болды, өзіміз киіміміз болды. Қазақ деген бізге де кішкене енді көп мәселені ақтау қағаз болғаннан кейін бар, оның анау заңды несі основаниясы болады да. Ақтау қағазында құжаттарыңызды жинап, ана прокуратураға тапсыру керек. Жоқ, ол тапсырылған. Шыққандар тапсырады ғой, құжаты жоқтар ұсталғандар бар, ұсталмағандар бар. Енді 5-6 адам бармаған шығар. Біздер мен ақталдым, например. Мен де ақталған қағазым. Білмеймін, айтамаймын мен қалай екенін. Бірақ енді бұл енді тәуелсіздік болғанда көтеріліс кейбір болды ғой. адамдар қатыспаса да қатысып құжат тапсырып жатқандар бар екенін білмеймін. Именно соған зацикливаться етіп қаласыздар сіздер. Жоқ, давайте былай істейік. Мыңдаған адам шықты ғой. Айдар, сен прокурор емессің, дұрыс па? Прокурор емессің. Қазір прокурор ол сұраққа өзі жауап береді. Жауапты содан бізге керек емес. Короче, бүйтесің, Айдар. Хорошо, Айдар, кешеден бері естіп жатсыңдар осы жерде болатынын ше. Неғып мына жерге представитель келмейді? Шақыр ана кімді? Кім ана? Қаланың әкімі кім? Кім? Сағынтаев келсін ана осы жерге. Болмаса басқаша сөйлесейік. Болмаса по городу шеру жасайық әкесін алып. 10 адам емес, мына жерде қазір 50 адам тұр. 50 адамға бір адам келіп, неге бірнеғын? Қазақтың сөзі бар ғой, мың қосшыға бір басты деп. Біздің басшымыз қайда сонда прокуратурадан? Тоқта, мен айтып қойайын. Прокуратура. Жоқ, келіп отырсың ғой. Сағынтаев келсін Прокурор бар ғой жаңағы. Қазір прокуратураға барамын, бұл кісі реабилитация туралы жаңағы жауап беріп жатыр. Ол прокурор емес, юрист шығар енді. Бірақтан да қазір ана Колонов барамыз ана жерге. Болмаса по городу шеруге шығамыз. Болды ана. Сендерге немене сонда? Шегіне жетті ғой сонда. Үндемей жатыр, Нұрлыбек үндемей жатыр, Нұрлыбектің ұйымы керемет дейді. Сендердің өздеріңменен требовать етіп жатқандарың сол емес па? Как өтті мен бастап шығып келгендей болып отырмын. Айтыңдар енді. Короче, былай. 1 минут тұрсыңдар, 1 минут. Былай істейміз. Прокуратураға барамыз. Генеральный прокурор ма кім еді бастығы? Городской прокурор. Өзі келсін сол жерге. Прокурордың өзі келсін. Короче, мені жеп жатсыңдар ғой сендер күнде-күнде, күнде мені жейтін олар. Мен не істеймін енді? Давай, бір рет келдіңдер ма, прокуратураның алдына барамыз. Прокурордың өзі келсін, ана справка реабилитация жазатын жаңағы Ақталу жаңағы бөлімнің бастығы келсін сол жерге. Содан сол жерде сөйлесеміз олармен. Ал егер қожардан түсіп шықпаса, біз Одан кейін бар, біз қайта біртіндеп қабылдайын деген керек емес. Прокуратураның қабылдайтын арнайы зданиесі бар ғой мекеме. Сол жерде бәріңізді күрестер қабылдайды, сол жерде отырып, сол жерде сұрақтарыңыз қоясыздар, жақсы ма? Олар қазір мен сөйлестім, олар дайын отыр. Енді ақшаңыз берілгенде енді оны тағы да бір нюанстар болса білмеймін енді. Ол құжат деген нәрсе. Әйтпесе, ойлайды екен. Міне әкімшілік тоқтаңдар. Мен өзімді ақтап алайыншы ішінде. Қыздар, мынадай әңгіме болып жатырған өздерің білесіңдер. Нұрлыбек ешкімге ешқайда шығармайды екен, қорада ұстайды екен бәрін. Отыр десе отырады, тұр десе тұрдады. Әкімшілікке барып өзінің жұмысын бітіріп жүр дейді. Айтшы мен Айдар, қандай жұмысымды бітіріп жүрмін? Немді бітірдім мен? Ақша беріп жатсың ба маған? Не істеп жатсыңдар ал? Осы ұйықтақтар мәселесі ылғи көтеріп жүр айтып жүр. Жеке мәселе деген, ешкімге жеке мәселе шешілген біз жоқпыз ғой. Бәрі заң аясында мысалға ақтау қағазы бар адамдарға 50 мың теңгеден жылына беріліп жүр. Сол кезде қатты ұсталынған Нұрлыбек мырза тастағанда бәрі окей болады, күшті болады деп бүйтіп шығарып тастаған. Қоғамдық көлікте жүру бойынша шешілді. Ақтау қағазы бар адамдарға енді ақтау қағазы. Енді қалған болғанда құжат керек қой. Енді құжат болғанда біз жаңа куәгер құжаттың мәселесін қазір барамыз айтамыз. бәрі бірге.
қатыспаған адамдар желтоқсанмын десе әділетсіздік қой. Біреу сөйлешеу. Тоқтам бері, ақталу қағазын қазір Алекқа барғасын айтамыз. Ақталу қағазына жауап бермейді. Сөйтіп басқа пашешісі сөйлесеңдер жаңағы. Мына қызым, мына кім жаңағы? Дәрі, Осыны тыңдайықшы, бергеш. келе ғой. Квартирант. Мен 2 группа инвалид, денсаулығым жоқ. Жасым 55-ке келді. Кезекте барсыз ба? Кезекте барғанда менде вообще мына жерге тұрғалы 5 жыл болды квартирада. Менің хозяйкам не болды да, қоймайды мені. Мене сізге не толық дейді. 35 толық мына қызыммен жүрмін. Жалғыз баштарынан мен денсаулығым жоқ қазір. Документ жүзіне тоже бар. Өкпем ауырған, пенсияға шығарам. Мен қазір тағы да инвалидсің бар. Мысалы, мен ақталу қағазын 2 жыл болды қуып ала алмай жүрмін. Мен бұл кісінен шығарып жіберді заводта. Кәдімгі бұл кісінен шығарып Пәтер алудың енді тәртібі ол кезекте тұрмасаңыз Документтер болды, комсомолдан шығарды. Барамыз ғой, сіз жерде айтамыз. Ал енді пәтерге байланысты айтып отырсыз ғой, пәтерге ол кезекте тұрмаса... Пәтерді айтып отқан жоқ, Пәтерде пәтерде тұрғанымызға 2008 жылдан бері тұрмыз. Қанша жыл? қараңызшы, мына желтоқсан 35 жыл болды. Многодетный. Не үшін многодетный көп тұрады? Олар үкіметтен үй алу үшін, ақша алу үшін тұрады. Проездной бесплатно. А бізде бір жақсылық бар ма? Даже Жоқ бізде вообще. проездной жоқ дейсің. Льгота бар ғой. Біз 86 жылға дейін Не бар бізге айтыңызшы? организацияларда жұмыс істегенде пәтерге очередьте тұрғанбыз кезінде. Біз соның бәрінен айырылған оқуымыздан шығарылды. Соның бәрі қаққан постановить. Біз қазір жүрміз тетіреп әр жерде жұмыс істейміз. Иә, проблема бар. Өткенде президентіміз айтты ғой, биыл 35 жылдық желтоқсан қаһармандарын, ерліктерін насихаттау керек, қолдау көрсету керек. Қазір енді мынау енді жаңадан парламент сайланды ғой осы. Солардың жаңағы депутаттарына айтайық, жеткізейік осы мәселені. Мен барым ба жоқ па құдай деді, мен денсаулығым жоқ. Шыны керек қой, менің қызым далада қалды просто. Просто соны түсініңіздер сіздерші. Сіз қай ауданда тұрасыз? Мен Жетісуский районда отырамын, Беленский селода. Районда? Иә. Біледі ғой сені жетісуский саясат бөлімі, әкімшіліктегілері. Бәрі біледі.